Менен клиенттерим өтө көп сурайт. Мына вариаторду ауыстырган кезде роликтарды майлап салган дурус па, эле калай тур солай салган дурус па деп сиздерге көрсөтөйм. Мына мисалы майланбаган роликтер. Пробег новый мопед. Небары 6000 километр. Ал вариатор мынандай күйдө. Осунун баары майламаганын кесиринен. Мындай үстүдө кичине эмне мына уже жарамайт мисалга. Буну ауыстыратын боламыз мындайга. Мындай бушный бар менде. Қазір мынанын бәрін. Роликтарда жарамайды уже. Осының бәрі майламаганын кесірінен. Қазір аламыз да солидолмен майлап, айттан орнына салып қоямыз. Және вариатор тағы бір жерін тексеру керек. Мынаны тексеру үшін былайынан мынандай салып көресіздер да. Егер бақылдамай тұрса, значит бұл жарайды әлі. Мынада бақылдамайды мысалы. Кішкене люфт бар. Мынада келейін деп тұр уже. Бұны бір кейін ауыстыру керек болады. Әйтпесе ремень өзіп қоя беретін болады. Мынау мысалы майланбаған мопед. Новый мопед. Небәрі пробег 6000. Роликтарын көрсетіп жіберейін сіздерге. Менің состояниясы мынандай. Тым қалмаған, желініп кеткен себебі майланбаған. Бәрі сондай. Мындай мына екінші деталі. Мынандай болып желініп кеткен, мынау уже жарайды, бірақ мен бұны мындай новыйын ауыстырып жіберейін деп жатырмын. Новый дегенде тоже бушный. Роликтерін алып майлап орнына салып қоямыз. Мынандай болады. Ескілері теміріне дейін желініп кеткен. Небәрі мындай солидолды аламыз. Былай жағамыз. Осыны орнына былайын салып қоя саламыз. Сонда вариатор өте ұзақ жүреді. Барлығын сөйтіп майлап салып қоямыз. Және мынау жарай ма, жарамай ма, оны білу үшін былай андай неме пальцті саламыз орнына. Былай былқылдамай тұру керек. Кішкене желінген, бұл да уже скоро бітеді саудасы. Осы қатты былқылдап тұрса, ременді қайта өзі қоя береді. Бұны да чуть-чуть майлап жіберсе болады, бірақ кішкене ғана майлау керек. Айттан орнына саламыз. Без разницы, қай жағымен салса да. Сосын мынаны да майлап жіберу керек. Чуть-чуть ана көп болып кетті. Енді кішкене көп болып кетті мына ері. Мына жағасымыз болайын. Болды. Енді мынау вариатор кем дегенде мынандай не пластиктарын ұмытпайық. Пластигін жағып жүреміз. Өйткені осы пластик арқылы сырғанап тұрады оның орнында. Желательно тастары, топырақ кірмесін ішіне қарай. Қазір енді орнына салатын боламыз. Стартерді да майлап жіберу керек. Орнына салған кезде бізде мынандай ключ болады.
екі тесікке салынады да мына жерге тіреп қойып қазір көрсетемін. Сөйтіп басамыз. Қазір біз вариаторды кикстартерді майлап жіберейік.